Қайырлы күн, достар. Бүгін біз қатпарлы самса дайындайтын боламыз. Сіздерге де дайындауға кеңес беремін. Ең алдымен жылы 300 граммдай су керек болады және ерітілген сары май 200 граммдай, жарты қасық тұз саламыз кішкентай қасықпен және де бір жұмыртқа салып, дұрыстап тұрып араластырып алып, ситамен ұнымызды өткізіп алатын боламыз. Жылы қамыр илеп аламыз. Және міндетті түрде 10 минуттан кейін бір қайырып илеп қойған қамырымызды әрі қарай екіге бөліп алып, екі үлкен дөңгелек қылып қамыр жайып алатын боламыз. Қамырдың бір бөлігіне осылай сары майды құямыз ерітілген. Сосын беті кепкеннен кейін барып, екінші қамырымызды бетіне қойып, оның да бетіне сары майды құямыз. Сосын осылай дөңгелектеп морозильникке 30 минутқа немесе 1 сағатқа қойып қатырып алатын боламыз. Келесі біз салмасына 500 граммдай немесе 300 граммдай фарш салып, жуа саламыз бетіне. 2 жуа салдым мен және чеснок салдым. Тұз, бұрыш, паприка, ол өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша дәмін келтіріп аласыздар. Әдемілеп араластырып алғасын, жаңағы қатырып қойған қамырымызды осылай бөлшектерге бөліп алатын боламыз. Бөлшектенген қамырларды жайып алып, салмасын салып аламыз. Үлгісін әртүрлі қылып келтіріп алсаңыздар болады. Және де бетіне жұмыртқаның сарысы мен сүтті араластырып қосып жақып шықтым. Сосын кунжутпен макты септім. Міне біздің керемет сап-сары қатпарлы самсамыз дайын болды. Сіздерге де дайындауға кеңес беремін. Маған тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Сау болыңыздар.